Ұлы Абайды оқу, өзіңді қазақы болмысыңды тану. Абайды оқу бойдағы сөзді, бойдағы міндет түзейміз. Адамдықтың асыл қасиеттерін сіңіріп, ұлт болып ұйысуға ұмтыламыз. Қазақстан ұлттық арнасындағы әріптестеріміз Ұлы Абайдың 175 жылдығына орай басталған эстафетаны ел газеті Егемен Қазақстанға жолдаған екен. Біз қабыл алдық. Ендеше Абайды оқиға ағайын. Керегіз бозбалаға талаптылық, әртүрлі өнер мінез жақсы қылық. Кейбіреулер жүреді мақтан күйлеп, сыртқа пысық келеді, көзге сынық. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпаның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асылыз көнсеңіз. Жамандық көрсең нәфрәтлі, суытып көңіл тыйсаңыз. Жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл берсеңіз, білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз. Ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Ақыл менен жеңсеңіз. Біз бүгін осы эстафетаны Қазақпарат халықаралық ақпарат агенттігі мен Казахстанская правда газетіндегі әріптестерімізге жолдаймыз. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос.